31 мамыр қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Осыған байланысты өңірде жазба ақындардың мүшәйрасы өтті. Мүшәйра поэтикалық дуэль форматында негізделді. 15-ке жуық ақын қатысқан жыр додасы қалай өтті? Толығырақ тілші бейнематериалында. Бұл жазба ақындардың жыр бәйгесі. Қуғын сүргін құрбандарына жырмен тағзым еткен шайырлар бір-бірінен оқ бойы озық тұрды. Мақсат осындай поэзиялық кештер арқылы жаңа есімдерді анықтау дейді ұйымдастырушылар. Жыл сайын түрлі шаралар өткізіліп тұрады ғой, бірақ бүгінгі шараның ерекшелігі меніңше жас жазба ақындар мүшәйрасы дегеніміз поэтикалық дуэль түрінде форматында алған екен ұйымдастырушылар. Бұның ерекшелігі сонда, бұл біріншіден тарихи осындай қасіретімізге біздің ұлтымыздың қаламгерлердің, соның ішінде жас қаламгерлердің назарын аудару, сол арқылы жаңа туындылар дүниеге келеді. Әрине бұнда келген жастар ізденеді, дайындалады. Осы тақырыпта арнайы дүниелер туады өмірге. Сондай-ақ жастарды, талантты жастарды, соның ішінде бағанағы біздің мәдениетіміздің элитасы болып саналатын талантты ақын жазушыларды жаңадан өсіп келе жатырған қолдау мақсатында ұйымдастырылып отыр. Бұл шараның осындай датамен байланысты ұйымдастырылуының өзі өте көңілге қонымды деп есептеймін. Себебі біздің жастарымыз, соның ішінде дарынды жастар, соның ішінде қаламгерлер өз ұлтының тарихын білу және оны үнемі жырға қосу керек. Бұл біздегі патриоттық поэзияның қазіргі күні кемшін қалып отырған қалыптасуына, өсуіне мүмкіндік береді. Мәдени іс-шара 3 кезеңнен тұрды. Алғашқы кезеңде ақындар еркін тақырыпта өлеңдерін оқыса, екінші кезеңде патриоттық және қуғын сүргін құрбандарына арнаған жырларын ұсынды. Ал үшінші кезеңде зұлмат жылдардың құрбаны болған тұлғаларға арнап өлең шығарды. Қазақтың қасиетті қастерлі ұлдарын, былайынша айтқанда ұлт қаймақтарын қалқып алған, сол жылдардың орнын толтыратын, орнын толықтай толтырмаса да ізін басатын жас ұрпақты тәрбиелеуде осындай шаралардың мән маңызы жоғары екенін білемін. Бүгінгі ұйымдастыру болсын, жалпы ақындардың ынтасы болсын, көпшілікті қуантты, көкейден шықты. Мен де өлең өлкесіне көптен ажырап қалып, енді оралып жатырмын. Шабытымды шыңдап, қазылар, халық осындай баға берген аса қуаныштымын. Ұмытпайтын, тек қана егіліп, езіліп жылайтын емес, қазақтың ақысы мен қақысын сұрайтын, қастерлі күнімізді ұмытпайтын ұлағатты ұрпақ көп болсын деп тілейміз. Жыр додасында әділ қазылар және көрермендердің шешімімен жүлделі бірінші орында ақын Нұржан Өмірбай қанжығасына байлады. Екінші орынның мінберіне Асланбек Шығыр шықса, үшінші орынды кіл мықтадан суырылып алға шыққан Нұрай Талап иемденді. Сондай-ақ өзге де қатысушыларға арнайы алғыс хаттар табысталды. Нұржол Жақсылық, Қуанышбек Бергенұлы, жаңалық қызметі.